Сәлем жеке видеоға қош келдіңдер. Өздерің білетінен мен кішкене ютубтан құрып кеттім, сол үшін кешіріңдерші, енді просто қолым тимей кетті ғой. Қазір өздерің-ақ білесіңдер, қазір жаз, адамдар ойнау керек, қыдыру керек, суға түсу керек, сол үшін кішкене қол тимей кетті. Бірақ дегенмен де бауырлар, достар, роднойлар, мен сендерді ұмытқан жоқпын, білесіңдер ғой. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қалайша ұлдарда тестостеронды көтеру керек, яғни нағыз мужской гормонды қалайша көтеру керек. Тестостерон маңыздылығын сендерге айтпай қойын, оны барлықтарын керемет өздерің-ақ Google'дан оқып алсаңдар болады. Тестостерон деген ол нағыз мужской энергия, бұл нағыз сені еркек қылатын мужской гормон болып саналады. Оның арқасында біріншіден сен өмірлік энергияң көп болады, яғни сен күні бойы заряженный болып жүресің, сен бір нәрсе істеуге, творить етуге, создавать етуге деген құлшынысың өте жоғары болады. Екіншіден, ол сені қыздармен танысуға деген, қыздармен жалпы вообще қыздарға деген құлшынысыңды арттырады. Және де үшіншісі, ол саған по-любому мышцы жасауға көмегін тигізеді. Өйткені нағыз саған восстанавливать етіп, сені здоровый қылатын бірден-бір энергияның бірі осы тестостерон жатады. Сондықтан да мен ойлаймын, что тестостеронды әрбір еркек көтеріп алу керек. Так что бүгін қалайша тестостеронды көтерудің 5 жолын айтатын боламын, және де онымен қатар параллельно влог түсіретін боламын. Кейбір влог жақсы көретін адамдарым бар мына жақта. Солар үшін арнап влогты қазір түсіреміз. Бұйырса бүгін енді медеуге жол басайын деп жатырық. Медеу жаққа қарай сағат бізде уже бәле 8:40 болып кетіпті. Йо-майо, мына жақта қандай жігіттер келе жатыр десейші. Йо, қалайсыңдар, Кстати, тамақ аламадық па? Айтпақшы, кстати, қазір аш қаламыз ғой. Ана жерден самсал алсаңыз бас. Болды онда. Қазір бургер алып алайық жолға. Ох, агрессивно. Болмады сенікі. Мишок. Орғасына осылай ұрмайсың ба? Мишок. Мына жігіттерін самсалам деп бургер алған түрлерін қарсың. Мынаны видеоға түсірмей қоясың ғой. Что за пропаганда нездоровой пищи? I don't really know what comes next. I'm just doing my best. Что там, жігіттер? Road to the Dream ба? Жаққали. Келмей жатса жақылдық уже. Не говори. Менде бәс жақсы екен. Нормально. На пути к свободе. Барлығы дополнительный. Вестің бәрі мына жігіт келіп қойдық. Себебі арамызда самый аяқ качок осы. Ал кеттік. Достар, анау керемет видті көріп тұрсыңдар ма? Бұл видті көріп тұрсаңдар, бұл дегеніміз біз денсаулық баспалдағынан 50% жолына келдік деген сөз. Ендеше бұл мүмкіндікті қолданып бір кеңесті айтып жіберейін. Нөмір бірінші, тестостеронды көтерудің жолы ол жақсы
күнделікті тұрғыда 8 сағаттан ұйықтау. Бұл өте маңызды, бұл критически маңызды ғой, себебі қаншалықты сен керемет спортпен айналыспа, керемет прям жақсы тамақтан сенен ешқандай толку болмай қалады, егер де сен жақсы ұйықтамасаң. Себебі именно ұйқы кезінде ғана тестостерон, мелатонин деген сияқты барлық керемет гормондар вырабатываться етіледі. Егер де саған кішкене болсын 3 күннен, 3 күнде 5 сағаттан ұйықтасаң, сенің тестостерон деңгейін 15-20%-ке дейін төмендеп қалуы мүмкін. А бұл саған керек па? Әрине керек жоқ. Сондықтан да ұйқыны обязательно соблюдать етіңдер. Бізден үлгі алмай қойыңдар енді, потому что біз кеше сағат 2-де жаттықты, сағат 7-де тұрып алдық, ойшым. 5 сағат ұйықтап, мына жақта керемет күшті пример көрсетіп жатқан жоқпыз. Бірақ мына бір керемет видшіні, я думаю, бір рет болсын ерте тұруға стоит деп. Ну, хотя өздерінде көріп тұрсыңдар ғой енді. Давай, Альток. Кеттім. Альтоктың мотивациясы неге бітпейді десем, шапқылап жүр ғой. Онша мескене. Шаршадығы. Су бар ма? Су беріңдер. Бәрекелді. Қазақ такси. Жылдам әрі қолжетімді. Чем выше поднимаешься, тем сложнее. Но зато тем красивее вид демекші. Нөмір 2-ші біздің тестостеронды көтеру кеңесіміз. Ол жеткілікті мөлшерде далаға шығып демалып тұруға қажет. Яғни именно күн көзіне шығу керек, чтобы сендердің организмдерінде витамин D көбею үшін. Витамин D ол тестостеронға прямо пропорционал жұмыс істейді. Витамин D неғұрлым көп болса, тестостерон мөлшері соғұрлым жоғары болады. Сондықтан да осайынан хотя бы аптасына бір уақыт болсын осындай керемет жерлерге шығып, күн сәулесіне демалып, бірақ әлі күн жоқ енді. Мына жерде күн болмай қалды бүгін. Но тем не менее, осындай керемет прогулкаға шығып тұрсаңдар, денсаулықтарына өте жақсы болады. Үйде тұрған жаққа дейін барамыз ба? Жолды көрсін, ассоциация. Қазір достар, короче, Горельник жаққа қарата бағыт алып бара жатырық. Ну, вид әдемі екен. Заказ готов. 37. Вот. Ох ты, сен мына жақтың атмосферасын қарасайшы. Ай, пошикрен, слушай. Бля, тоқтама күреске. Стоп. Мне кажется, или стало чуть-чуть жарковато. Ух ты. Один, встали! Дружинки, поехали! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сразу ножки, машины сразу поставили, поехали, бригада. 3, 4, 5, 6, 7. Тестостеронды көтерудің ең оңай нөмір 3-ші жолы это спортпен шұғылдану.
Потому что адам спортпен шұғылданған кезде қан айналымы күшейе түседі де, барлық мына эндорфин дейтін гормондардың бәрі выброс кетеді. Ол тестостеронды кәдімгідей оталдырады. Келесі күні тестостерон 1,5 есе сразу көбейетін болады. Просто ойланыш, ең оңай доступный жол ғой, далада осындай снарядты көрдің бе, сразу просто так өте шықпай 10 раз подтянулся, вот уже молодчина болу керексіңдер ғой. Солай міне. Тестостеронды көбейтудің нөмір 4-ші жолы ол стрессті азайту. Ал стрессті азайту үшін осындай погодада суға түсу керек қой. Адам стрессовать ете бастаған кезде ода кортизол деген гормон көбейеді. Ал кортизол ол тестостеронның тура қарама-қарсы жұмыс істейтін гормон. Яғни кортизол көбейсе, тестостеронның төмен қарта кетеді. Ондай болмас үшін осындай холодный ванна, емес холодный душ принимать етсең, моментально стресс деңгейі 0-ге түседі, кортизол 0-ға барғанда тестостерон сразу на пике үстіге көтеріледі. Так что осындайда холодный погодада практиковать етіңдер жігіттер, бұл деген кайф. Сондай-ақ суық суға түсу жүректің қан айналымына кәдімгідей көмектеседі. Ал жігіттер, тестостеронды көтерудің нөмір 5-ші соңғы жолы ол дұрыс тамақтанып. Қарамаңыз, күлкіге кетті. Тестостеронды көтерудің нөмір 5-ші және соңғы жолы ол дұрыс тамақтанып, артық салмақты тастау. Артық салмақта жүрудің ешқандай пайдасы жоқ досым. Ол саған сені суықтан қорғамайды. Ол сені выносливый қылмайды, ол саған күш бермейді. Ендеше не себепті бодипозитивті мән мағынасы бар. Артық салмақ деген ол эстроген. Эстроген деген ол женский гормондар. Ал саған жігітім нағыз мужской гормондар керек қой, яғни тестостерон керек. Пока біз эстрогенді азайтпайынша тестостерон көбеймейді. Сондықтан да рационға тестостеронды көбейтетін белковый тағамдарды қою керек. Все болды. Әкеш мен бургерім. Стоп, подождите. Жігіттер жаңа бургер дегенге ойлап қалмаңдар өйтіп прям. Енді бургер жедік деп ше, қалжың ғой. Бургердің бәрін негізі мына бала жеп алды. Біздікі чисто мынандай пища богов қой. Нағыз белковый, жұмыртқа, строго. Мен не жеп отырмын?
Мен сок ішіп отырмын. Three hours later. Марик, өн-түнсіз жеп отырсың ғой. Гамбургермен марқайып отыр. Осымен бітті жігіттер. Бүгінгі видеоның спонсоры бізде Қазақ такси. Қазақ такси. Отандық өнім әрдайым жасасан. Видеоны olsa лайк басып, каналға подписка жасап, тестостероновый горилла болуларына тілектеспін. Қош болыңдар.